Репродуктивті мүшелерде жасушалар ерекше жолмен бөлініп, жыныстық жасушалар, ерлерде шәует, және әйелдерде жұмыртқа жасушасы түзіледі. Жасушалардың осылай ерекше бөлінуі мейоз деп аталады. Жыныс жасушаларында екі емес, тек бір ғана хромосома көшірмесі болуы тиіс. Сол себепті олар басқаша түзілуі қажет. Барлық жасушалар 23 жұп хромосомадан тұрса, шәует пен жұмыртқа жасушасы 23 дара хромосомадан құралады. Яғни әрбір жұптан біреу ғана. Осылайша мейоз хромосома санын 2 есеге азайтуы қажет. Мейоз қалыпты жасушадан басталып, хромосомалар тура митоздағыдай көшіріледі. Бірақ кейінен хромосома жұптары ДНК бөлшектерін бір-бірімен алмастырады. Бұл процесс рекомбинация деп аталады. Ойын карталарын араластырған сияқты рекомбинация гендердің араласуына мүмкіндік береді. Жасушалар бөлінеді. Митоздан айырмашылығы, ондағы 2 жасуша қайта бөлініп, 4 жасуша түседі. Бұл 4 жасуша бір-бірінен және ата-ана жасушасынан генетикалық түрде өзгеше. Олардың хромосома саны қалыпты жасушаларға қарағанда 2 есе кем. Бұл өте маңызды. Өйткені ұрықтану кезінде аналықтан хромосомалардың бір көшірмесі және аталықтан бір көшірмесі қосылып, адамдарда болатын 46 хромосомадан тұратын жаңа жасуша түзіледі. Осылайша, толықтай 23 жұп хромосома жиыннан жаңа тіршілік басталады.